Біреу ыңырсығандай ма, мазасыз бір үн жүйкесін жеміріп барады. Селкетіп шыртыйқыдан үркіп оянды. Әуелі ештеңені түсінбеді. Манауыры бейқолаяу жатты да қойды. Жатқан жері көзге түртсе көргісіз тас қараңғы. Көңіліне үрей ма бірдеңе, жүрегі дүрсілдеп кеткені несі. Әдетте оң қолы жақта алақандай терезе болатын өзі ғой. Сол терезе түн баласы бозарып білінетін. Енді терезе де жоқ, бозамық сәуле де байқалмайды. Жым-жылас. Ойында әлгі бір ыңырсық үн оралды. Иә, біреу жаңағына ыңырсыды ғой. Артынша тым-тырыс бола қалды. Бұл не? Құлақ түріп, бір ауық тың-тыңдап еді, қайта шалынбады. Мұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын сап дейіпті. Түсім бе деп, алағызыған көңілін алдаусыратпақ болды да, әй бірақ түске ұқсамайды. Анық естідім ғой деді өзіне өзі іштей. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Артынша тым-тырыс бола қалды. Бұл не? Құлақ тұрып бір ауық тың-тыңдап еді, қайта шалынбады. Бұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын сап дейіпті. Түсім бе деп, алағызыған көңілін алдаусыратпақ болды да, әй бірақ түске ұқсамайды. Анық естідім ғой деді өзіне өзі іштей. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Жан-жағын сипалап, қорқа соқтап, созған қолы жұп-жұмыр жалаңаш кеудеге кезікті. От боп жанып жатыр. Мәдемі ғой. Қуанышы қойнына симай, осы жаңа ғана үріккен көңілі кенет күрт серпіліп, көкірегін ала бөтен бір шаттық кернеп ала жөнелсін. Мына бір көрден айырғысыз түнектің қай жер екені есіне енді түсті. Кеше екі кештің арасында көшіп келген жаңа қонысы, қарындасы Гүлнұр тауып берген пәтер, терезе жақ бет әуелеп өскен қалың ағаш екенін кеше байқаған. Қараталдың әйдік бұтағы әйнекті солайымен жауып тастаған. Түнгі аспанның болмашы бозаңынан қалқалап, бұрынғы тұрағы алақандай әйнегі бар жатаған жер кепе еді. Мынасы екінші қабатта, жерден ажырап биік үйде ұйықтауы осы. Бірінші рет жүрегі лүпілдеп дүниені ұмытсын. Жанында бір жамылғы астында тұла бойы қорғасындай балқыған мәдемі. Дем алысы білінбейді. Ұйқысы шайдай ашылған. Анары тып-тығыз екенін көзі көрмесе де алақанымен сезіп жатыр. Қандай бақыт! 62 тамырын қуалаған ыстық лептің лықсуын-ай, алды-артына қарайлатар емес, балғын денеден бұрқырап ескен, жұпар иісті құшырлана сімірген көңілі масаң. Анарының ұшына ерні тигенде қыз үркіп оянды. Амантай деді үні естілер-естілмес алқына жетіп. Мәдемі. Жігіттің даусы толқын көміп өткендей тұншығып шықты. Ақыры аңсарын тапты. Сілелері қатқанша ләззатқа малтыған олар сол күйі кірпіктері қармасып қалғып барады екен. Тағы сол жаншылған дауыс. Ауа жетпей алқынамау, жаны қиналып ауырсынамау. Әне, енді тіпті анық естілді. Та бірге тұстан, жоқ, әлде аяқ жақтан ба? Жігіт ояна келе жастықтан басын шалт көтеріп еді, анау үн түнсіз қалды. Қайта естілемеді де, елеңдеп күткен үміті ақталмады. Қабырғалас көршілер шығар деп ойлады ол, жамылғыны кеудесіне қарай ақырын тартып жатып. Етаж үйдегілердің көретін күні осау, құрысын, құрып кетсін. Сәлден соң әлде талға қонған құс па, жыламсыраған үн шығаратын құстар болатын еді ғой тайгада деп әскерде жүрген кезін еске алды. Жұмбақ жайды елемеуге тырысып, өзін алдарқатып бақса да, көңілі жуық арада жайланбай қойғаны. Бұл жолы мәдемін оятпай, шашын ғана иіскеді. Қыз осыны күткендей қозғалақтап, оянып кетсін. Ұйқылаяу бұлдырлап тәттілік тілегендей жалаңаш білегін созды. Амантай оның қалай тез оянғанына қайран. Әлде ол да қалап жатыр ма? Тал бойы тосыннан тұтанып кенет ысып ала жөнелген содан күйті келген бураша екпіндей ұмтылып, үлбіреген тамағынан, балғын анарынан ашқарақтана асығыс сүйе бастады. Құмарта сімірген жұпар иіс ақыл естен айырып жаңағы жағымсыз жайдан жұрнақта қалдырмапты. Лып көтеріп құшағына алды. Аялап алдына отырғызды. Қауырсындай жеп-жеңіл-ау. Осы қылығы оған да ұнады сірә. Қытығы оянғандай жігіт кеудесінен аптығы бөбе бастады. Тола бойларын балқытқан ыссы толқынға екеуі бір батып бір шығады. Сүйсінген дыбыстары толқын арасынан бір естіліп, бір естілмейді. Әлгі бір мазасыз ыңырсық үн оянбасына қоймады. Тағы басталды. Бұл жолы тіпті анық-ау. Осы өздері жатқан бөлмеде, қол созым жерде, сұмдық-ай, бағана қалай аңғармаған. Енді құлақ қойса, мынау басқа емес қыздың дауысы. Иә, дәл өзі. Қыз қарулы, қатты әңгүдік біреу. О бишараны естен тандыра үйпап, аяусыз езгілеп жатыр ма?
Немене, Амантайдың көзі ұйқыда болса да, санасында бұлдыр түйсік бар. Түн тұмшалаған аядай бөлмеге жын-шайтан үйме-жүйме болып толып кеткен екен дейді. Түпсіз тұңғиыққа құлдилап құлағандай, шақша басы шыр көбелек айналып, бұлдыр түйсігі естен танды беймәлім бір халге ұлассын. Анау ыңыр суын қойып енді булығып жылай бастапты. Жәбір көрген, көкірегі күйген бейшарай өкпесі өшті-ау. Осымен үшінші мәрте екенін біліп жатыр. Төңірегін түгел сезінсе де, кеудесі тасқа бастырылғандай қимылдауға зар боп қалғаны қорқынышты. Басын көтере алсашы, күш-қуаты сарқылған, былқ-сылқ өзі де өлік сияқты. Қанша тырысып бақса да, жұмылған көзі ашылмады. Бісміллә деді бір заманда, ерні әлсіз қыбырлап, қауметі соған жетті. Солақ екен, сығырайып көзі оңай ашылды. Қыздың да жаны жай тапқандай кенет үні құмығып, тым-тырыс бола қалды. Сонда байқады, өзінің де жанарына жас толып тұр екен. Терезеден бозарып таң білінді. Жарығы тым жұтаң, құлағынан ыңырсыған жұмбақ үн кетпейді. Кештетіп жұмыстан оралғанда байқады, қуықтай пәтеріне бүгін жан жадыратар шаттық орнай қалғанын, қаланың қарбалас тірлігінен титықтаған жүйкеңді әп-сәтте шуақ бөлей қоятын шырын шаттық. Әлбетте ол мәдемімен бірге келді, соған қуанды. Бұл өзі сонау бақытты сезінбегелі қай заман. Жамбаспыл төлеп тұрған жалдамалы бөлмесі қашан көрсең жүдеу еді. Орыс кемпірдің адыра қалғыр сол ескі құжырасынан безіп кеткісі келетін сонда. Безгенде қайда барады білмейді. Алып қаланың тұрғыны болғанына міне 3 жыл, оны да ойға алғаны осы жаңа. 3 жылда қазан асып көрген емес, үйден ыстық ас ішуді ұмытқан, жалғыздың күні құрысын. Ал бүгін бәрі басқаша. Үйдің іші тап-таза, айнадай жарқырайды. Ыстық астың айрықша хош иісі бұрқырап, жанға жайлы жылы леп лекілдеп есіп отыр. Өзі жав-жаз, өзі сүп-сүйкімді әйел заты ыстық құшағын жайып, мойнына асылып, қуана қарсылып жатқаны мынау. Кешкі асты қатар отырып бірге ішуде бақыт екен. Амантай мәдемінің жас балаша алақанына салып көтеріп әкетті. Ұятай, қыздың даусы бұлдырлаған сәбидің өлі сияқтанып естілді. Түн болсында, ұяласың ба? Ұялам, қарамашы. Иә, міне көзімді жұмдым. Жігіт салмағын сезінген сайын өн бойын от кеулеп бара жатқанын аңғарды. Тас боп қатып қалған екен, тағы да сол құлақ қажаған ыңыр су шошып оянды. Қараңғылық қоюланып кетіпті. Түннен шықпағыр әлгі үн шорт кесілген. Бөлме іші тыныш. Бұл не сонда? Осы жаңа ғана абанық естіді ғой. Оянып кеткенінде содан емес пе? Қос қолымен басын шеңгелдеп меңзең боп отырып қалды. Әлде құлағыма шулаған. Көңілінде күмән көп. Осы үйде бір пәле бар деп ойлады бір мезет. Жын шайтан бар. Енді шын қорқа бастады. Бісміллә, бісміллә деді сосын сыбырлап. Бар білгені сол. Сан-сапалақ сұрақ ой қиялын көкпар қып, сансақ қалып қашады. Әлде мәдемі ме жылаған. Өз ойынан өзі шошындып, қарғыс атқыр сол түнгі оқиға есіне еніп жатпасын. Демі дірілдеп шықты. Мекеме бастығын әуежайға түннің бір уағында жеткізіп салған соң, тақымдағы шетелдік көлікті қалаға қарай бұрған еді. Бағыты өңкей жер үйлерден тұратын жұмысшы қыстағы. Осы ауданда жалдап алған бөлмесі бар. Қыстаққа апаратын қараңғы көше бос, жеткіп келе жатқан жалғыз өзі. Кенет оң қапталдан біреу жан ұшыра атып шыққаны, машина астына түсердей тұп-тура бері ұмтылсын. Тешегішті басып үлгерсе де қағып кеттім бе деген қорқыныштан төменгі жағы шымырлап, жуық арада еш жей алмай, рөлге тас боп жабысып қалыпты. Ол болса есікті жұлғып ашып, апыр-топыр мініп жатыр. Мойнын бұрып үлгергенше, ағай жүріңіз, жүріп кетіңіз деп, зар еңіреп жылап жіберсін. Қараса анадан жаңа туғандай тыржалаңаш біреу емес қыз. Жүріңіз ағай, жүріп кетіңіз. Ағатай абдырап отырған бұның иығын қос қолдап жылмалай бастады. Сұмдық-ай, кім мынау, жын ба, шайтан ба? Әне келді. Қыздың ащы даусы айылын жылдам жердірді. Тас көшені тарсылдатып жүгірген екеу жуықтап қапты. Машина тұрған орнынан ыршып қозғалды. Такси ұстап, соңымнан түссе қайттым. Қапелімде мұз жұтып қойғандай, қолқа жүрегі қалтырап мұздасын. Пасым бәлеге қалмаса етті. Қараңғы тар көшемен жалғыз соқтырып кеп, бұрқ-сарқ қайнаған үлкен даңғылға ауысқан соң ғана жылдамдықты бәсеңдеткен, қатарында бүрісіп отырған қызға назар салғаны сосын. Ол боталап, жанарын кеңірек ашып, бұны жаңа көргендей үркіп бір қарады да, көзін төмен алып қашты.
Киіктің лағындай шап-шағын қыз, шашы жалбыраптыр, қолын кеудесінен айырмай қалай жапса да, құлын мүшесін жасыра алмай әлек. Арқалыққа асулы костюмін қыздың алдына тастап жатып, «Не болды?» деді. «Кім олар?» «Хайуандар». Сыңсыңдап жылап жіберді. Дір-дір еткен жалаңаш иығын игере алар емес. Тысқа жалтақ-жалтақ тастаған көздері үйге толыптыр. «Қайда тұрасың?» «Аха, үйің қайда?» «Үй ме?» «Үй» деді өксігін баса алмай. Бота көзі мөлт-мөлт. «Шаңыраққа апара аласыз ба?» деді. Сәлден соң сөзін үзіп-үзіп. Белді мекеме бастығын таситын машина қыз тұратын ауданға құйындап ұйтқып, әп-сәтте жетті. «Осы» деді қыз жасқана сөйлеп. «Осы ара, тоқтаңызшы». Тоқтады. «Ана үй, көк қақпа ма?» «Сол». Жағалай жер үйлер түскен көше, тып-тыныш, бірін-бірі мігірсіз қуалаған қос қанден иттен өзге қыбыр еткен тіршілік нышаны байқалмайды. Қыз нұсқаған үй жақ мүлгіп тұр. Жарық сөнген, қақпа жабық, шарасы түгесіліп, қыз алақанымен бетін басып пыш-пыш жылайды. «Ағам» деді бір кезие кемсеңдеп. «Ағам». Жігіт тіл қатпады. Оның мына тауқыметі енді өзінің иығына уысқандай жаны жүдеп сала берді. Қыз демін ішке тартып, тым-тырыс дыбыссыз отыр. Кеудесін қамсау болған костюм төмен жылжып кетіпті. Ай сәулесі аймалаған анары көзді еріксіз суарады. Жігіт костюмді жөндеп, иығын қымтап қойды. «Мә, жеңгеңе соқ» деп қалта телефонын ұсынып, ол бұның айтқанын естімегендей қырын қараған қалпы қалшиып отыр. «Жеңгем телефон ұстамайды» деді біраздан соң, үмітсіз сыбырлай сөйлеп. Демінде діріл бар. «Ағамның нөмірі есімде емес. Қайда апарайын, айтшы, баратын жерің бар ма?» Қыз басын шайқады. Сорғалап аққан көз жасын сүртпей, үнсіз егіле берген. Жігіт моторға жылдам от беріп, машинаны кері бұрды. Қыз не нәрсеге де көндім дегендей, кеудесіне домалаған басын көтерместен бүрісіп отыр. Көлікті автотұраққа қойып келген соң жарықты жақпай, қабырғаны сүйкеп барып, төсекке киімсен қисайды. Төсегі тықыр алаша үстіне төсей салған құрақ көрпеше. Жатар кезде қапталдағы темір кереует жаққа назарын жықты. Күнде жұмыстан кеш жетіп келгенде серіппесін солқ еткізіп сондай құлай кететін. Бүгін өйтпеді. Ұйыған аяғын рахаттана созған күйі көзін жұмбай едәуір жатты. Бүгінгі оқиғаның әсерінен арыла алмай, көңілі алаң. Бұл не жағдай? Енді не болар екен? Енді не болатынын ойлап үлгермей қор ете түсті. Артынша селк етіп көзін қайта ашты. Құлағының түбінде әлгі бір қыз: «Аға